тұңғыш президент күні. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың тұңғыш президент болып сайланған күніне орай ел үшін туған азамат атты танымды сағатымызды ұсынамыз. Осы тәуелсіз еркіндікте өмір сүруге біз қалай жеттік? Кімдер арқылы жеттік? Иә, тарих бетіне үңілсек, ол өте ұзақ жылдар бойы ата-бабамыздың қасық қаны қалғанша аянбай күресіп, елім, жерім, ұрпағым деп балаларым тыныш өмір сүрсін деп бізге тәуелсіз мемлекетті сыйлады. Осындай көпұлтты мемлекетті басқару оңай емес. Осы тәуелсіз мемлекетімізді басқару 1991 жылы 1 желтоқсанда біздің елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевқа бұйырған екен. Ол еліміздің басшысы, халқымыздың жанашыры, өте білімді, терең ойлы тұлға. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 1940 жылы 6 шілдеде Алматы облысы Қаскелең ауданы Шамалған ауылында дүниеге келген. Мектепті жақсы оқып, жақсы білім алды. Ата-анасын қатты құрмет тұтты. Жасынан зерек, алғыр азамат өскенде металлург мамандығын алып жұмыс жасаған. Ол халық қалауымен 1991 жылы 1 желтоқсанда Қазақстан Республикасының президенті болып сайланды. Содан бері 29 жыл өтті. Нұрсұлтан Назарбаев бәрінен бұрын өз міндетін, өз тағайындалуын терең сезінетін, үлесіне тиген міндетті жауаптары қажырлықпен атқаратын адам. Нұрсұлтан ата ақ пейілді, сезімтал жан және біз үшін нағыз үлгі болар тұлға. Атасының есімі Назарбай, әкесінің есімі Әбіш. Нұрсұлтан деген есімді әжесі Мырзабала берген. Алланың 99 аты бар екен, соның бірі Нұр, тағы бірі Сұлтан. Анасының аты Әлжан. Нұрсұлтан 5 жасында толғанда Жамбыл атаның ақ батасын алған екен. Ол Қаскелең қаласындағы Абай орта мектебін бітірген. Мектепте озат, үлгілі оқушы болған. Еңбек жолын Теміртау қаласында темір балқытушы болып бастаған. 1967 жылы Қарағанды комбинаты жанындағы жоғарғы техникалық оқу орнын, 1976 жылы партия мектебін бітірген. 1991 жылы 1 желтоқсанда біздің отанымыздың тұңғыш президенті болып сайланады. Олай болса, балалар, менің сендерге сұрақ қойғым келіп отыр. Осы танымды сағаттан не түсінгендеріңді білгім келіп отыр. Олай болса, бірінші сұрақ. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті кім? Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Жақсы. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев қайда және қашан дүниеге келген? Нұрсұлтан Назарбаев 1940 жылы 6 шілдеде Алматы облысы Қаскелең ауданында дүниеге келген. Ол мектепте озат оқып, ата-анасы оны құрметтеген. Өте жақсы, тамаша. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев қандай мамандықты таңдады? Нұрсұлтан ата ақ пейілді, сезімтал жан болған. Ол Теміртауда металлургия саласында жұмыс істеген. Өте жақсы. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бойында қандай қабілеттер бар? Нұрсұлтан ата ақ пейілді және біз үшін үлгі болар жан болған. Ол адал, ашық мақсатына жете алатын адам болған. Өте жақсы, тамаша. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев қашан президент болып сайланды? Ол халық қалауымен 1991 жылы 1 желтоқсан Қазақстан Республикасы президенті болып сайланды. Тамаша. Ал неліктен 1 желтоқсан мереке күні болып саналады? Өйткені ол президент күні болды.